сәлеметсіздер ме, 6 сынып оқушылары. Бұл сабақта біз сіздермен English Class 6 Workbook Unit 4 Drama and Comedy тарауы бойынша Films and the Theatre атты сабақтағы толық жасалу жолымен және жауаптармен таныс боламыз. Page 32 бет. Сабақты бастамас бұрын басқа да пайдалы сабақтарды жіберіп алмау үшін, мысалы, біз келесі сабақта өткен шақтың жасалу жолымен таныс боламыз. Осы сабақты жіберіп алмау үшін осы каналға тіркеліп, егер сабақ пайдалы болса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Now let's begin our lesson. Сабағымызды бастаймыз. Яғни бүгінгі сабақ бізде фильмдер және де театрға байланысты. Exercise 1. Match sentences halves 1 to 9 with A to I. Жоғарыдағы сөйлемдердің несі басымен оның жалғасын тауып, бірімен сәйкестендіріп, толық сөйлем шығаруымыз керек. For example, Charlie Chaplin made silent films. Charlie Chaplin үнсіз кинолар жасаған. The second, William Shakespeare put on many plays. William Shakespeare көптеген қойылым жасады. La La Land won many Oscars. La La Land көптеген Оскарлар ұтып алды. The fourth, the play had a happy ending. Яғни пьесаның несі көңілді, аяқ жағы көңілді болды. Leo Tolstoy wrote on many War and Peace. Яғни Лев Толстой война и мирді жазған. Which actor played the boy in Finding Mother? And Ананы табу фильмінде баланың рөлін кім ойнады? The seventh, Ахан Сатаев directed a new film last year. Ахан Сатаев өткен жылы жаңа фильмге режиссер болды. The actors went to stage school. Актерлар сахна мектебіне барған. Ryan Gosling acted in a new film last year. Ryan Gosling өткен жылы жаңа фильмде ойнады дейді. Next exercise 2. Complete the sentences using the past simple form of the words in the box. Төмендегі жоғарыда берілген етістіктердің өткен шақтағы формасын пайдаланып, төмендегі сөйлемдерді толықтыруымыз қажет. For example, they took part in a drama competition last week. Олар өткен жылы драма жарысына қатысты дейді. The first, he had an interesting idea for the film. Оның жаңағы фильмге жаңа жақсы идеясы бар. She watched a play in the theater last Sunday. Ол қыз өткен жексенбі күні театрда қойылым көрді. Steven Spielberg won a new film, directed a new film earlier this year. Стивен Спилберг осы жылдың алдында жаңа фильмге режиссерлік жасады. Директор болды, басқарды дейміз. She won Oscar last year. Ол өткен жылы Оскар ұтып алды. He wrote a new comedy program for TV. Ол теледидарға жаңа комедиялық бағдарлама жазды. Next, exercise 3. Choose the correct answers. Төмендегі берілген сөйлемдерге сәйкес дұрыс жауап таңдауымыз қажет. Сіздерге 4 вариант берілген. For example, when I'm older, I want to direct Hamlet. Мен кішкене не істеген кезде, өскен кезде Гамлетті жасағым келеді, Гамлетті басқарғым келеді дейміз. Next, the first. I often go to the cinema with my brother and sister. Мен ағам мен әпкеммен бірге жиі кинотеатрға барам. The second, our school choir never performs for very big audiences. Біздің мектептің тобы ешқашан үлкен көрермендерге қойылым көрсетпеген, қойылым қоймаған дейміз. I sometimes take part in drama and acting competitions. Мен кейде драмада ойнап, жарыстарға қатысамын дейді. The fourth, my favorite actor always wears fashionable clothes. Менің сүйікті актерім әрқашан сәнді киімдер киеді.
The fifth, I often make my friends laugh when we are at school. Мен әрқашан достарымды күлдіріп жүремін мектепте болған кезде. I sometimes watch DVDs at a friend's house after school. Біз кейде мектептен кейін досымыздың үйінде DVD көреміз дейді. Next, exercise 4. Complete the text with the verbs in the past simple. Жоғарыдағы берілген етістіктермен етістіктердің өткен шақтағы формасын пайдаланып, төмендегі берілген мәтінді толықтыруымыз қажет. The text about Emir Baygazin, yeah? Emir Baygazin туралы мәтін екен. Emir Baygazin is a Kazakh actor and a film director. Emir Baygazin бұл қазақтың актері және де фильм директоры. He was born in Tamda village on 19th July in 1984 and lived there with his family. Ол 1984 жылы 19 шілдеде Тамды ауылында дүниеге келген және де сол жерде отбасымен бірге тұрған. He had a mostly happy childhood and he was interested in films and cinema from an early age. Оның жаңағы ең көңілді балалық шақ болды ода, және де ол кішкентай кезінен осы фильм мен киноға қызығатын болған. He learned a lot at school and graduated from high school in 2002. Ол мектепте көп жақсы оқыды және де 2002 жылы мектепті аяқтады. After high school, he studied at an acting school and then attended the Kazakh National Academy of Arts in 2004. Жоғарғы мектептен кейін ол осы актерлікті оқиды және де 2004 жылы Қазақ ұлттық академиясы, яғни өнер академиясына оқуға түседі. He is the best known for directing the film's Harmony Lesson, which was filmed in a small village in Kazakhstan and is about a teenage boy growing up in the village. Оның ең басқарған фильмдері ол Гармония сабақтары атты фильм екен. Ол Қазақстанның бір кішкентай ауылында түсірілген. Бұл фильм ауылда өсіп жатқан жасөспірім бала туралы екен. Осымен біз 32-ші беттегі жаттығулар жасау жолымен жауаптармен таныс болдық. Келесі сабақта кездескенше, goodbye.